Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біздің музейіміздің қонағы мәдениет ардагері, суырып салмақын, ардақты ана, аяулы жар, 8 қырлы бір сырлы өнер иесі Күләш Сәбикенқызы. Қош келдіңіз. Күләш Сәбикенқызы жалпы Зеренді аудандық мәдениет бөлімінде аға әжелер этнографиялық фольклорлық тобына жетекшілік еткен. Өзінің еңбек өтілінің 44 жыл еңбек өтілінің 30-ын жалпы Зеренді аудандық мәдениет саласында арнаған. Жалпы Күләш Сәбикенқызы, енді өзіңіз жайлы айтып кетсеңіз, таныстырып кетсеңіз. Ал енді өзім жайлы болатын болсам, мен не деп айтам, отбасымызда атамның өзі күйші болған. Әкемнің өзі манағы көңіліне келген бір сықақ әңгіме болсын, тарихи дерек болсын, суырып салып, бір ауыздан шығарып салатын әдеті. Мен Көкшетаудың 3-ші мектебін бітіріп, Малик Ғабдуллин атындағы. Сонда жүргенде үкілі Ыбырайдың ұрпағы, немересі, қазақтың осы көкше өңірінің, арқа өңірінің суырып салмақыны әншісі осы ағаның қолында тәрбие алғаныма өзімді бір бақытты жанмын деп санаймын. Айтыстарға қатынасып, бірде жеңіліп, бірде жеңіп, бірде масаттанып қайтып, бірде ренжіп қайтқан күндеріміз болды. Үлгідалдай 3 айтысқа қатынастым. Төс белгісімен марапатталып, сондай бір дәрежеміз көтеріліп тұрған кездер болды. Қатар бала-шағаның осы тәрбиесі, қызметі бар. Сол жүргенде 3-4 кітап жаздым. Енді күні кеше ғана үлкен ардагерлердің Алматыда республикалық үлкен конкурсы болды. Сол конкурста өзімнің сол Зеренді әніммен бар 70 нөмірдің ішінен бірінші орын алып едім. Қандай осыны айтып отырмын, мақтанғаннан, қуанғаннан. Бізді қуаныштымыз. Сондай жағдай, енді бала тәрбиелеп өсіріп, немере сүйіп отырмыз. 3 қыз, 1 ұлым бар. Бұлардың барлығы өздері жеке кәсіпкерлер. Шағын. Енді қазір жалпы осы Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алған күннен бастап біздің еліміз бір этномәдени дәстүрлерін қайта қалпына келтіріп, ескі дәстүрлерді қайта жаңғыртып отыр. Бірақ сонда да осы ата-бабадан қалған салт дәстүрлер, ырым-жоралар өскелең ұрпаққа көбісі белгісіз әлі. Сол ұмытылып бара жатқан дәстүрлердің түрлерін айтып, мүмкін мән-мағынасын түсіндіріп ашып берерсіз. Ұмыт болып жатқан салт дәстүрлер. Ұмыт болып жатқан салт дәстүрлер. Енді қазақтың салт дәстүрі. Мына қазақ халқының өзі осы салт дәстүрменен, ырымдарымен айтпай-ақ болашағын тәрбиелеген, көрдіңіз бе? Қызым есікті керме дейді. Қызым табалдырықта тұрма дейді. Не болмаса қызым анау шашыңды жалбыратып жүрме. Тағы да бір ұмыт болып бара жатқан нәрсе, әр үйдегі жататын орынның өзі, адамның түнде ұйықтап шығатын жататын орынның өзі, манағы оның басы құблаға қарап тұру керек. Адам жақсы тынығып ұйықтаймын десе, жақсы жаман шымшытыр түстер көрмей жақсы жатамын дейтін болса, әрқашан мына отырған бөлмеде, тұрған бөлменің ішінде жатын орынды кәдімгідей іздеп табу керек. Міне ол құблаға қарап басы тұрса, манағы әдемі өзінің шымылдығымен тұратын болса, ата-бабаларымыз неге шымылдық жасады екен? Қыз баланың манағы жатын орнын шымылдықпен көм көрді ғой. Ол бір ұмыт қалған дүние. Сол жайлы айтыңыз. Міне көрдіңіздер ме? Шымылдық ер адам болсын, әйел адам болсын, ер бала болсын, қыз бала болсын, барлығы манағы жатқанда қалай ұйықтап, қалай тұрғандарын білмейді. Солай ғой. Сондықтан қыз баланың денесі ашық қалып, біреудің көзіне түспесін, көз тимесін деген мақсатпен аналарымыз шымылдық құрған екен. Ал шымылдықты қазір көз алдарың елестетіп көріңдерші, кроваттарға қандай әдемі дүние. Ішінде түйшқана ұйықтап жатсын. Көрпем ашық қалады-ау, бұлай-бұлай жүрген біреу денемді көріп қалады-ау, мен аяғым ашық қалды-ау деген ой болмайды. Ұмыт қалған үлкен мәселе осы шымылдық. Бүгін арнайы сіздер үшін Күләш Сәбикенқызы бесікке салу рәсімін өткізеді. Бесікке бөлеміз бұрын, бесігімізді аластауымыз керек. Аластау деген бұл нәғыз басты міндеттің бірі. Бесік бала бөлінбей ілулі тұрады, жабық тұрады. Содан мына баламыз тыныш ұйықтасын деп алас, пәледен алас.
жын шайтаннан алас, баламыз жақсы ұйықтап демалсын деп аластап отырмыз. Міне осылай аластадық. Осыдан кейін үлкендердің, аталарымыздың салты бойынша ұл бала болатын болса, мына жастықтың астына жүректі болсын, баламыз ер жігіт болсын деп былай кішкентай ғана шағын бәкіше ұстайды екен. Сосын аналарымыз өздерінің тілектерін айтып, мынау түнде жақсы ұйықтасын, шошымасын, манағы баламызға пәле жала жоламасын деп мынандай тұмарша. Бұның ішінде манағы Ықылас сүресі ме, Фатиха ма, Аятул Күрсілі ме, біреуі Яссин бе, бір сүрелердің біреулері болады. Осыны осылай баланың бесігінің басына іліп қоямыз. Одан қыз болатын болса, сұлу болсын, үкідей, шепті деген әдемі қыз болсын деп мынандай үкісінде қояды екен. Осының барлығы қазақтың ұлттық салт дәстүр тәрбиесіне жататын ырымдары. Қыз бала болса жастықтың астына? Қыз бала болса жастықтың астына қайшы салады, шебер болсын, өнерлі болсын деп солай келтіреді. Ал енді баламызды ақырын бөлейік. Баланы бөлерде бесіктің басы қыблаға қарап тұру керек. Бисмиллахи, аталарының, аналардың жоралғасымен баламызды бөлейік. Міне баланы бөлейміз. Осы бөлегеннен кейін міне мына осылай белбеумен орап, бала құлап қалмас үшін, талпынған бала болса, оны осылай бөлейміз. Мына баланы бөлердің алдында оның астындағы мынандай әйнектен қойылған түбекшесі болады. Соның барлығы баланың дәрет алса, үлкен дәретке болса, бәрі сол арқылы неге барып отырады. Мынау кештіңіздер, мына жерде балаға мынандай мінеки түбекші болады, шүмек. Ол баланың шүмегі міне осылай ішіне қаратып, мына бүйтіп саламыз. Енді кештесіздер, бала болған жоқ, бірақ дегенмен мына осылай салынады. Сосын осының аяғы мына жердегі әйнекше неге барып тіреледі. Міне бала егер дәрет сындыратын болса, осының бәрі соның ішіне кетіп отырады. Көрдіңіздер ме? Осының барлығы баланың бойында манағы зәрдің, өзінің үлкен дәретінің барлығы тимесі үшін қазақтың әжелеріміздің ойлап тапқан бесігі. Бұл бесікпен қиын қыстау кезеңдерде қысы жазы демей, мана баланы орап алып, кигізбен орап алып, қандай аяз боран болса да алыс жолдарға алып шыға берген екен. Көрдіңіздер ме? Енді осы бала ұйықтап тұрды дейік. Ұйықтап тұрғаннан кейін баланың асын ашып көреміз. Тышты ма екен, тышпады ма екен? Егер баланы осы жерден біз тағдарын жасаймыз, баламыздың өмірі тәтті болсын деп, мына жерден апаларына, тәтелеріне мынандай не жасаймыз? Мынандай тәтті кәмпиттерді жібереміз. Тышты ма? Көріңдер, тышты ма? Асынан сосын осы тыштыманың кәмпитін бөліп аласыздар. Көрдіңіздер ме? Мына жерден бөліп ала қойыңыздар. Міне бұлай. Біз ана неге түсірмей-ақ қояйық. Міне осылай. Бұл да бір қазақтың салт дәстүрінің біріне жатады. Керемет. Ана балаға деген махаббат. Балаға деген ақ жол тілектердің бірі болып саналынады. Енді осы бесікте баланы бөлек болғаннан кейін, бұл бесікте жатқан балаға аңылдап анасы, әжесі ән айтып ұйықтатады. Бұл да бір үлкен тәрбиелік маңызы зор іс деп білем. Себебі құлағы кішкентай күннен әнге, манағы ақырын баяу әнге үйренген бала, ол өзін-өзі тербетіп ұйықтайтын да болады. Өзін-өзі ыңылдап ұйықтайтын болады бала. Сондықтан бисмиллахи деп жабамыз, не бұлай әдемілеп жабамыз, баламызды тербетіп ұйықтатамыз. Қазақта тағы мынадай жағдай бар, ырым бар, құр бесікті тербетпейді дейді. Сондықтан бала барған жатқаннан кейін бесікті әдейі тербетіп, ыңылдап өлең айту керек. Мысалы, сосын бір сұрақ, бесікті тербеткенде бір ритммен тербетеді. Оны қатты тербетпей, ақырын бірден баланы қатты тербетіп соған үйретіп алсаңдар, бала соған үйренеді. Қатты тербету қажет болады. Сондықтан ақырын ғана баяу әнмен ақырын тербетіп отырсаң, бала соған үйренеді.
бұл баланы сабырлыққа тәрбиелейді. Көрдіңіз бе? Әлди қалыным, жүректегі жылыным, ұйықтай қойшы бұғыташым, ұзақ болсын ғұмырың. Осылай ақырын ғана айтып, оны жалғастыра беруге болады. Бүгін не көп? Ана бесікке салынған балаға арналған әндер көп. Бірақ соның сөздері бір-біріне қабыспайды. Әдемі жүрекке жылы тимейді. Оның барлығы баланың болашағына бағышталған. Мына құлыным, жаным, осындай әдемі сөздерді бала сезіп атады. Сондай сөздермен айтылған ән арасымен жүректен шығады. Ал әлгі әлди деп металды жай әлдилей берсең, ол да дұрыс емес. Манағы сөзбен ақырын құлағына жеткізіп, жүрегіне жеткізіп, бала сәби күнінен осындай тербетіліп әнмен өсетін болса, ол өнерге жақын, өнерлі азамат, манағы 8 қырлы, 1 сырлы деген азамат болып өсуіне біздің мына бесік тәрбиесінің атқарар рөлі орасан үлкен. Не осылай бұл ұмытылған салт дәстүр емес, қолда бар, қазір қолданыста бар, бірақ осының әрбір детальдарын ұмытып кеттік. Қажеттерін. Жалпы мінекей бесікке салу дәстүрі менің түсінігімде, менің білуімде осылай деп есептеймін. Осылай бесіктерін тербелетін болсын әрқашан, сәбилеріміз көп болатын болсын, оны әлдилеп тербететін, әдемі сөзбен құлағын құрышын қандыратын әжелеріміз аман болсын. Сәбікен қызы, бүгін біздің музейге келіп, ақылыңызбен бөлісіп, қонаққа келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Сізге ең басты зор денсаулық, жүз жасаңыз, балаларыңыздың қызығын көріңіз, сіз сияқты әжелеріңіз көп болсын. Айтқандарыңыз келсін. Баршаларыңызға жақсылық тілеймін. Ұрпағымыз өсіп ер жетіп, сол ұрпақтың жалғастырушысы сіздер аман болыңыздар. Ана болғасын, ұрпақ болу керек. Қызды жалғыз, ұлды жалғыз қалдыру обал дүние. Сондықтан бір-бірден емес, манағы балаларыңызға серікпен туған оңды деп ойлаймын. Сол бесіктеріңіз жиі тербетіліп, жиі әлди әнін айтуларыңызға тілектеспін. Рахмет. әлди